Алматы облысы Текелі қаласы нөмір 1 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Абдыбаева Сандуғаш Мұхатаевна. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін сауат ашу пәні бойынша қашықтықтан оқытудың 1 апта 3 сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы аз адамның арқауы, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Сабақтың мақсаты дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата аласыңдар. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз, сөздерге дыбыстық талдау жасайсыңдар. Алдымен өткен тақырыпты еске түсіріп, сұрақ-жауап жүргізіп көрейік. Дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз не? Олардың айырмашылығын атаңдар. Жақсы, балалар. Иә, дыбысты естиміз, айтамыз, әріпті көреміз, жазамыз. Барлық сөз дыбыстардан тұрады. Оларды жазуда әріппен белгілейміз. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын мына сөздерді оқиық. Ана, бала. Ана сөзінде бірінші қай дыбысты естіп тұрмыз? Дұрыс, бірінші А дыбысын естіп тұрмыз. Кәне, А дыбысын айтып көрейікші. А дыбысы созылып айтылады екен. Олай болса, А дауысты дыбыс екен, балалар. Бала сөзінде бірінші қай дыбысты естіп тұрмыз? Дұрыс, бірінші Б дыбысын естіп тұрмыз. Енді Б дыбысын айтып көрейікші. Б дыбысы қысқа ғана айтылады екен. Олай болса, Б дыбысы дауыссыз дыбыс. Ал енді өздерің ойланып көріңдерші. Дыбыс нешеге бөлінеді екен? Жақсы, дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс дегеніміз айтылғанда ауа өкпеден ешбір кедергісіз, еркін шығатын дыбыстар. Дауыссыз дыбыс дегеніміз айтылуы кезінде ауаның еркін шықпай, кедергіге ұшырап шығуынан жасалған дыбыстар. Кәне, балалар, ережені тағы бір рет қайталап оқып шығайық. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар, 25 дауыссыз дыбыс бар. Ал енді, балалар, оқулығымыздың 8-ші бетіндегі Әли мен Мерейдің арасындағы сөзіне көңіл аударайық. Әли, сен дастарханға ең алдымен не қойылатынын білесің бе? Жоқ, Мерей, дастарханға не қойса да бәрібір емес пе? Әли ең алдымен дастарханға не қойылатынын таба алды ма? Дұрыс айтасыңдар, Әли таба алмады. Ал, балалар, біз Әли мен Мерейге көмектесейік. Ол үшін мәтінді тыңдайық. Нанға бал жағып жеп отырған Асқар әжесіне қарап: «Әже, бал тәтті ме, әлде нан тәтті ме?» деп сұрады. «Нан тәтті», деп жымиды әжесі. «Жоқ, әже, бал тәтті ғой», деді Асқар. «Иә, балам, бал тәтті, бірақ қанша тәтті болса да күнде жей алмайсың. Ал нанды күн сайын жейсің. Наннан қасиетті тағам жоқ. Сондықтан нан тәтті десек те болады». Балалар, Асқардың әжесі нанды не себепті тәтті деді? Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Нан тәтті ме, әлде бал тәтті ме? Нан сөзінде қайсысы дауысты дыбыс, қайсысы дауыссыз екенін айтайық. Сол сияқты бала, қасиетті сөздеріндегі дыбыстардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін айтыңдар. Ас
адамның арқауы атты бейне роликтегі дұрыс тамақтану үшін қандай тағамды пайдалану керек екеніне назар аударайық. Ас адамның арқауы. Біздің күнделікті күйбең тіршілігімізде бойымызға қуат беретін де, көңіл күйіміздің жақсы болуына әсер ететін де біздің қалай тамақтанатынымыз. Таңғы ас, түскі ас, бестік және кешкі ас. Денсаулығыңыздың жақсы болып, асқазан ауруларына шалдықпас үшін уақытында тамақтанып, оның негіздерін ескерген жөн. Таңғы ас ішпейтін адамдар 75%-ға көбірек артық салмақ жинауға бейімделген дейді диетолог ғалымдар. Таңғы ас пайдалы, тойымды болып, жұмыс күнін дұрыс бастау керек. Дәрігерлердің айтуынша таңғы ас формуласы мынандай болуы керек. 53% көмірсу, ол үшін жемістер мен жаңғақтар. Арасында тәтті бәліштерді, торттарды тұтыныңыз. 27% май. Май деген сөз қорқынышты естілгенімен пайдалы майларда болады. Қанықпаған табиғи майларды жаңғақ пен зәйтүннен ала аласыз. 20% ақуыз. Егер жұмыртқа, йогурт, сүтті тағамдар қолдансаңыз, сіз таңертеңгі аштық сезімін баса аласыз. Ал түскі асты кешіктірмей, өз уақытында тұтыныңыз. Себебі ол сіздің күшіңіздің сақталып, күнді сәтті аяқтауыңызға бірден-бір себепші болады. Тек аса ауыр емес, ұйқы шақырмайтын тағам түрлерін пайдалануға кеңес береміз. Оларға ботқа түрлері, балық, құс, мал етінен дайындалатын тағам түрлері, көкөністер жатады. Сонымен қатар, түс кезінде бір мезгіл сүзбе жесеңіз, бұл сіздің өзіңізді сергек сезінуіңізге әсерін тигізеді. Ал кешкі ас жайы мүлдем бөлек. Көп жағдайда кешкі сағат 6-дан соң тамақтанбаған жөн деп жатады. Мұның да өзіндік сыры бар. Асқазан ауырсынбас үшін жатар алдын тамақтанбағаныңыз абзал. Бірақ әр елдің осы кешкі асқа байланысты өзіндік қағидалары бар. Мысалы, гректерде таңғы ас болмайды. Олар үшін тойып тамақтанатын кез бұл ұйықтар алдындағы шақ болып есептеледі екен. Салауатты өмірдің жаршысы болып, дені сау ұрпақ тәрбиелеп, өз денсаулығыңыздың мықты болуын қаласаңыз, ең алдымен пайдалы әрі табиғи өнімдерді қолданыңыз және де уақытылы тамақтануға көңіл бөліңіз. Осы бейне роликтен не түсіндіңдер? Таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа қандай тағамдар пайдаланған дұрыс деп ойлайсыңдар? Келесі тапсырмада сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Нан қасиетті тағам. Дастарханға алдымен нан қойылады. Нанды жерге тастауға болмайды. Дескриптор сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазады. Бірінші сөйлемдегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды табады. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші жаттығу сөйлемді суретпен сәйкестендір. Табаға салып жатқаным не? Кілегей шайқап алғаным не? Сөреге кептіріп жайғаным не? Дұрыс балалар, табаға салып жапқаным таба нан. Кілегей шайқап алғаным сары май. Сөреге кептіріп жайғаным құрт. Дескриптор сөйлемді суретпен дұрыс сәйкестендіреді. Ал енді келесі тапсырмаға көшсек. Өзіңе ұнайтын тағам түрлерін төмендегі белгілермен көрсет. Не ұнайды, не ұнамайды. Торт, су, кәмпит, ет, балмұздақ, гамбургер. Ұнағанына ұнайды деген, ұнамағанына ұнамайды деген белгі қояйық. Келесі тапсырмада сендер кестені толтырып, таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа қандай тағамдар ішесіңдер жазып жіберіңдер. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтамас бұрын сабақ мақсатына қайтадан оралайық. Бүгін сабақ мақсатына жеттік деп ойлаймын.
сендер дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата алдыңдар, мәтінді түсініп, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, сөздерге дыбыстық талдау жасай алдыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.